Қайырлы күн барлықтарыңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге артық салмақтан арылуға жақсы көмектесетін, бауыр және өт жолдарын жақсы тазартатын сусынның жасалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бүгінгі сусынымызды дайындау үшін бізге бір ғана сат керек болады. Ол сатымыз өте қолжетімді, бар болғанда 200 теңге ғана тұрады. Аскөктерден, яғни бізге укроп керек болады. Бір уыс укропты алып, жақсылап тазартып жуамыз және осындай аузы жабылатын ыдысқа саламыз. Шәйнекке де демдесеңіздер болады. Дәл осы укроптың үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Суды бірден құймай айналдырып тұрып, үзіп құятын боламыз. Бұл сусынды үзбей бір ай ішетін болсаңыздар, сізде де жақсы нәтиже болады. Міне біздің сусынымыз дайын. Дайын болған сусынның бетін жауып, 20-30 минутқа тындырып қоямыз. 20-30 минуттан кейін біздің суымыз сарғаяды. Және сол кезде алып іше берсеңіздер болады. Бұл сусынды күніне 3 рет, тамақтан алдын 30 минут алдын бір стаканнан ішсеңіздер болады. Бүгінгі сусынымыз бауыр және өт жолдарын жақсы тазалайды және сіздің артық салмақтан арылуыңызға жақсы көмектесетін болады. Егер де балаларыңызда паразиттер, яғни құрттар болса, дәл осы сусынды үзбей ішкізсеңіздер болады. Ешқандай артық шығынсыз дәл осындай қарапайым ғана бар болғаны 200 теңгемен дәл осындай сусын жасап, артық салмақтан арылып, бауыр және өт жолдарыңызды жақсы тазартсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын.